Шәмшінің композиторлық атағы шыға бастаған кезде анасы қайта жазылмайтын дертке шалдығады. Өзінің о дүниелік екенін сезінген анасы Алматыдан Шәмшіні шақырып алады. Балам, мен дүниеден ерте кеттім демеймін. Немере сүйіп, келін көруді Құдай бұйыртпапты. Тағдыр солай, қайтейін. Бар тілеуім сен аман бол. Дүниеге келген әнің айтылмай жатып үзілмесін. Бақытты бол, балам. Анасының лебізін естіген Шәмші қатты толқиды. Бұлай қарасаң, анасы оған әлемнің жарығын сыйлапты. Жердің гүлін жинапты. Сонда Шәмші: ана, мен саған арнап ескерткіш орнатып, кесене тұрғыза алмаспын, бірақ мен саған әннің ең асылын, ең нәзігін сыйламын депті. Және бұны ешкімді ұмытпайды деген. Әлемнің жарығын сыйладың сен маған, даланың әр гүлін жинадың сен маған. Сен бердің құстардың қанатын самғаған, балалық құштарым өзіңе арнаған. Әлдилеп аялап өсірген жемісін, самал жел саябақ құшағың мен үшін. Есейіп кетсем де мен саған сәбимін, көңліңді көктемдей көзіңнен танимын. Есейіп кетсем де мен саған сәбимін, көңліңді көктемдей көзіңнен танимын. Бірде сазгердің Қалжан Әбіләзимов есімді досы шаңырақ көтеріп, бір топ жолдастарын тойға шақырады. Ішінде сазгер Шәмші мен ақын Мұхтар да бар. Тойға тартар сыйымыз ғана, одан да әніміз арнайық деп екеуі ән жазуға кіріседі. Қалжанның жары мектепті кеше бітірген балауса қыз еді. Соны арқау етіп, Шәмші мен Мұхтар Ақпантик деген әнді жазып шығады. Достарының тойында сол әнді шырқап берген деседі. Әу баста әннің сөзі өзгеше болып, кейін өзгеріске ұшырапты. Балауса қыз едің бір кезде, шашың ақпантик байлаған, өзгеріп кетіпсің бұл күнде, көркіңе көз тастап ойланам. Нұрлы бейнең қандай жарқын, арманысың қандай жанның шын армай. Сен мөлдірсің еркем тау болағындай. Сен мөлдірсің еркем тау болағындай. Бірде Шәмші ағамызбен ақын Нұрсұлтан Әлімқұлов көл жағалай келе жатып, орындықта жылап отырған бір қызды көреді. Жүрегі нәзік Шәмші ағамыз қызға жақын келіп:
Қарындас, неге жылап отырсың? Қыз үндемей орнынан тұрып кете барады. Осы оқиға әсер етті ме? Шәмші ағамыз Нұрсұлтан Әлімқұловқа мен бір ән шығарайын, сен сөзін жаз депті. Содан ән шыққаннан кейін екеуі сол көлдің жағасында келе жатып, баяғы жылап отырған қызды кездестіреді. Жанына жақын келіп: қарындас, мен сізге арнап бір ән шығардым. Осы әннің шығуына сіз себепкер болдыңыз. Тыңдап көріңіз, деп Нұрсұлтан екеуі қосылып, қайықта әнін шырқайды. Арада уақыт өтеді. Бірде Шәмші ағамыздың шығармашылық кешінде бір құшақ гүлі бар. Баяғыдағы көл жағасында жылап отырған қыз Шәмші ағамызға гүлін ұсынып, сахнадан жылап шығып кеткен көрінеді. Болсақ дағы жаңа таныс, жүзсек талғаш қайықта. Ұшқыр қиял кетті алыс, бұйырмашы айыпқа. Самал болып толғандырған айдың шалқар көл беті, сәулем мені ойландырған, сенің жарқын келбетің, сәулем мені ойландырған, сенің жарқын келбетің. Шәмші Алматыға оқуға түсіп, студент атанады. Бір күні қаланың көшелерімен келе жатса, Шәмшіні алыстан бір қыз танып, «Шамс» деп айқай салады. Ол әкесінің ескі досы Сығанның қызы екен. Екеуі қаншама жылдан кейін кездесіп, арқа жарқа боп отырғанда, қыз әкесінің дүниеден озғанын айтады. Шәмші бала күнгі досын жұбата отырып, дәл сол сәтте Сыған серенадасы әнін жазып шығарады. Тулаған қаны бар тұлпарда табылар үміт болса, басыңа, мойыма, жасыма жігіт болсаң, толқасын шартарап, тасышы тебірінші о гитара, жан серігім, төгілсін күй тарап, жаның тарықпасын, ән жарықтасын, қайранбасын, ғаріпбасын, көзіңді жұмбай қамықпасын, қамықпасын. Бірде Шәмші ағамыз бір топ жолдастарымен өзен жағасында демалып жатып, ұйықтап қалса керек. Оянып қалса, қасында ешкім жоқ, тып-тыныш. Тек себелеп жаңбыр жауып тұр екен.
Кенеттен Шәмші ағамыз жаңа ән шықты деп үйіне жүгіре жөнелген екен. Сондағы шыққан әні бақыт құшағында. Көзіңнен бір ұшқын ұшты ма білмедім, әйтеуір нұр құштым, әйтеуір гүлдедім. Көктемнің бұлбұлы кеудеме қонады, құшаққа қар гүлі толғандай болады. Жаңа жауып басылған. Мұхтар Шаханов ағамыз «Өмір өзен» өлеңін 70-80 жылдары жалындаған жастық шағында жазған екен. Өлең жолдары Шәмші Қалдаяқов атамыздың қолына тиіп, әуен жазылады. Әуелі ән кішігірім басылымдарда жарық көріп, бірақ орындалмай ұмыт болып қалған екен. Кейін Мұхтар ағамыз Қырғыз елінде елшілікте қызметте жүргенде мұрағатты ақтарып, әнді тауып алған екен. Араға 30 жыл салып, ән халыққа жетеді. Біз екеуміз бәйшешектей ерте гүлдедік, қол ұстасып бақыт шырын шертеміз дедік. Қарсы жүріп үйренсек те қар мен жаңбырға, бірақ қарсы тұра алмадық асау тағдырға. Жылдар өмірдің өзеніне ағады кезегімен. Сенсің көңіл ашық, менің ғашық ғасырым. Ертеде де кеште тұрасың сен есте, мен өшсем де өшпе асылым. Ертеде де кеште тұрасың сен есте, мен өшсем де өшпе Құрбым жан құрбым